Бүтін сандар қамалдар қолдану. Бірінші, таңбалары бірдей сандарды қосу және азайту. Мысалы, -17 мен -13 санын қосу үшін сол сандардың модульдарын бір-біріне қосамыздағы шыққан санның алдына сол сандардың таңбасын қоямыз. Екінші, 18 бен 15 сандарын қосу үшін екеуі де оң сан болғандықтан екеуінің модульдарын қосып шыққан санның алдына плюс таңбасын қоямыз. Сонда 33 болып шығады. Ал азайту үшін -17-де -13 санын азайту үшін жақша ашу ережесін қолданамыз. Яғни екінші азайтқыш жақшаның ішінде тұрғандықтан жақшаны ашу ережесі бойынша жақшаның алдында минус таңбасы тұрғандықтан жақшаның ішіндегі сан қарама-қарсы таңбаға ауысады. Сонда -17 плюс 13 болып жазылады. Бұл жағдайда бір сан теріс, бір сан оң болғандықтан модулі үлкен саннан модулі кіші сан шегіреміздағы шыққан санның алдына модулі үлкеннің таңбасын қоямыз. 15 алынған 18. Бұл жаңа ережеміз бойынша модулі үлкеніне модулі кішісін азайтып, шыққан санның алдына модулі үлкеннің таңбасын қоямыз. Сонда -3 шықты. Екінші, таңбалары әртүрлі сандарды қосу және азайту. Мысалы, -18 бен 12 санын қосу үшін модульдарын бір-бірінен шегеріп, шыққан санның алдына модулі үлкеннің таңбасын қоямыз. Екінші, 18 бен -12 санын қосу үшін бұнда да модулі үлкеніне модулі кішісін шегеріп, шыққан санның алдына модулі үлкеннің таңбасын қойып жаздық. Келесі, -18 бен 12 санының айырмасын табуымыз керек. Бұл жағдайда жаңағы жақша ашу ережесін қолданамыз. -18-дің алдында плюс таңбасы тұр, ал 12-ның алдында минус таңбасы тұр. Жақша ашқан кезде бірінші -18-дің өзі жазылады, мұнда -12 жазылады. Енді екі санның таңбасы бірдей болғандықтан бұл сандардың модулы қосыладығы алдына осы сандардың таңбасы қойылып жазылады. Екінші, 18-ден алу керек -12-ні. Жақша ашу ережесі бойынша 18-дің өзі жазылды. Мұнда жақшаның алдына минус тұрғандықтан жақшаның ішіндегі -12-міз плюс 12 болып жазылып кетті. Енді 18 қосу 12 деген сан шықты. Бұл екеуін қоссақ 30 болады.